Менің аты жөнім Алдияр Абдрахман Уәліұлы, физика-техникалық факультетінің жылу физика және техникалық физика кафедрасының доцентімін. Ал енді осы бағытым бойынша, ғылыми бағытым бойынша мен осы криофизика және криотехнология лабораториясында жұмыс істеймін. Ал енді осы лаборатория жөнінде айта кетейін. Криофизика және криотехнология лабораториясы бұл немен айналысады дейтін бірінші сұрақ тұрады. Бұл лабораторияның айналысу бағыты бірнешеу. Негізінде үшеу. Бұл оқу процесіне түгел қатысып отырады және ғылыми зерттеу жұмыстары іске асырылып, әртүрлі ғылыми зерттеу жұмыстары, жобалары іске асырылып жатыр. Ал сонан кейін өндіріс жағы бұл сұйық азотты өндіру. Ал жалпы осы лабораторияның жұмыс істеу бағыты төменгі температуралық физика бағыты. Осы төменгі температуралық физика дегенде біз не түсінеміз? Бұл табиғаттағы кездеспейтін температуралар жөнінде. Табиғатта кездесетін ең төмен температура ол минус 85 градус Цельсий. Осылай бекітілген қазір. Онан да төмен температуралар кездесуі мүмкін. Онан да төмен табиғатта, тірі табиғатта кездесетін температура. Ол әрі барса минус 90 градус Цельсий бойынша. Ал енді осы демек 100 градустан төмен температураларды біз төменгі температуралар деп атаймыз. Ол қолдан өндірілетін температуралар. Ол осы жерде болғанда табиғат осы мынау жер планетасы. Ал енді жалпы ғарыш көлемінде айтатын болсақ, ғарыштың орташа температурасы 2 кельвиннің төңірегінде, ол барлығына белгілі. Ал енді жақын ғарыштың температурасы жуықтап 12 кельвиннен 15 кельвиннің аралығында. Ал енді осы температураларды өндіру осы мына төменгі температуралық физиканың негізгі мәселесі. Ал енді төменгі температуралардың өзінде бөліп айту болады. Мына гелий температурасына дейін температураны төмен температуралар деуші еді. Қазір ол диапазонды әрі қарай тереңдеп бара жатыр. Қазір 1 кельвинға дейінгі температураны төменгі температура дейді. Ал 1 кельвиннен 0,5 кельвинға дейін температураны өте төмен температура дейді. Ал енді 0,5 кельвиннен төмен температура ультра төмен температура дейді. Ал енді оған қалай ол температураларды қалай іске асыруға болады, соған да қазір кішкене қысқана тоқтап кетерміз. Ал енді қайта оралсақ, біздің жұмыс істеу бағытымызды өндіріс дедік, оқу процесі өз алдына. Бұл жерде бірнеше ондаған студенттер өздерінің ғылыми бағыттағы диплом жұмыстарын жасайды, магистранттар. Сонан кейін бұл жерде PhD докторанттарымыз осында жұмыс істеп, өздерінің ғылыми жұмыстарын әрі қарай машықтандырады. Ал енді бұл оқу процесі жағы, жалпы өндіріс жағын айтатын болсақ, біз сұйық азот өндіріледі осы лабораторияда. Сұйық азотты көп адамдар бірденнен сұрақ қой, сұйық азотты өндіресіздер, ол кімге керегі бар деген сұрақ туады. Әрине, бұл сұйық азотты бүгінгі күні көп ғылыми зерттеу институттары, ғылыми зерттеу жаңағы мекемелер алып отырады сұйық азотты. Бұл азоттың қайнау температурасы 77 кельвин, өте төмен температура. Азот нейтралды зат. Сол себептен бұл азотты азот ретінде емес, бұның температурасын пайдаланады, төменгі температурасын. Азоттың қайнау температурасы 77 кельвин, демек ол температура Цельсий скаласымен айтатымыз минус 196 градус Цельсий. Ол температурада дерлік көп бізге белгілі заттардың барлығы қатты күйге өтеді. Осы мұнау күнде көріп жүрген, особенно биологиялық, әртүрлі резиналық. Осы сұйық азотты әртүрлі салаларда пайдалануға болады. Көбінде айттық жаңа медицинада пайдаланады. Медицинада адамдардың ұрықтандыру, жаңағы ұрығын сақтау, не болмаса әртүрлі органдарды, трансплантациялық органдарды сақтау, бір жерден екінші жерге жеткізу бұзылдырмай. Олардың барлығын өте төменгі температурада ғана сақтауға болады. Сол себептен осы өте төменгі температуралық сұйық азотты пайдаланады. Ал енді
мына косметологияда да пайдаланатын көп тұрмыстық жағдайда әртүрлі косметологтар мына адамның бетіндегі не болмаса денесіндегі әртүрлі папиллома дейтін жаңағы паразитті бір ауру бар. Міне соларды емдеуге қолданады. Сонан кейін мына сүйел дейміз. Сүйелді емдеуге қолданады. Сүйелді әрине әртүрлі жоғары температуралық әдістермен, жаңағы медикаментті әдістермен емдеуге болады, бірақ орнында тыртық қалуы мүмкін. Ал егер мына сұйық азотты пайдаланатын болса, онда сұйық азот қарып жібереді дағыны, кейін жазылар кезінде қарып жіберген сүйел түскеннен кейін орнында тыртық қалмайды. Міне бұл косметологияда пайдаланатын жері. Ал ғылыми жағында пайдалану ол жеке үлкен бір әңгіме ол. Ал енді осы жерде, осы лабораторияда қазір ғылыми проект жоба жүріп жатыр. Ол жобаның негізгі бағыты мына тұрмыстық қатты қалдықтарды жою, не болсын соны қайта өңдеу жұмысы. Ал соның тұрмыстық қалдықтардың ең үлкен үлесін құрайтын мына автомобиль шиналары. Автомобиль шиналары бұл резинкеден жасалынған. Ал енді ол резинкені кесу, оны қайта өңдейік десек, оны кесу керек. Ал кесуге үлкен энергия керек. Ол көп шығынды талап етеді. Ал одан алынған өнім өте қымбатқа түседі. Ал енді ол екіншілік өнім ғой. Екіншілік өнім әрқашан арзан болу керек. Ал енді осының арзан жолы, өңдеудің арзан жолы осы төменгі температуралық жол. Мысалы, егер біз жаңағы өте иілгіш келетін заттарды температурасын күрт төмендетіп жіберетін болсақ, ол заттар жаңағы өте сынғыш келетін, морт сынғыш келетін түрге өтеді. Соны қазір мен көрсетіп жіберейін. Мысалы, мынауымыз біздің сұйық азот. Бұл сұйық азоттың қайнау температурасы осы 77 кельвин, минус 196 градус. Мынау резинке біздің. Осы резинкені өте иілгіш зат. Осыны мен азотқа салатын болсам, бұның температурасы күрт төмендейді дағыны, қасиеті өзгеріп кетеді. Ал енді осыны, міне қатырды, сұйық азотқа, енді осыны мен жай ғана ұрып жіберетін болсам, майды біздің неге құмға айланып кетеді. Міне осыны майдаланып кетуге болады, майдаланып кетеді. Ал енді кететін шығын әлде қайда арзан ғой. Бұл иілгіш затты қайшыменен кесіп отыратын болса, шығыны көп болады. Міне соның бірі мына автомобиль шиналары. Өте серпімді келеді. Бұны жаңағы өңдеу қиын мәселе. Ал енді сұйық азотқа осыны салы жіберіп, сонан кейін үлкен балғаменен ұратын болсақ, майда-майда күл-талқан жаңағы қиыршық күйге өтеді. Міне соның жасалған түрі, осылай жасалған түрі, міне. Осы мына резинені біз азотқа салып, оны бірден үлкен күшпенен ұрып қалған уақытта майда-майда қиыршыққа айланады. Енді осы қиыршыққа айланған резинені біз әрі қарай басқа да осыдан заттар жасауымызға болады бүгінгі күні. Соның ең бір тиімдісі мынау асфальт жасау. Бүгінгі күні барлығымызға белгілі асфальтты жылда жөндеп жатады, ойылып кетіп жатады. Ал оның ойылу себебі не себептен? Әрине біздің территориямыз, Қазақстан территориясы, табиғаты өте күрт өзгергіш. Қыстың күннің өзінде минус 20 градус болса, бір күннің өзінде күндіз плюс 10 градусқа дейін жылып кетуі мүмкін. Түнде минус 10 градус, күндіз плюс 10 градус. 20 градустық айырмашылық кез келген заттарды қиыршықта жіберу мүмкін. Заттардың өзінің температуралық сығылу және кеңею коэффициенті бар. Мысалы, өте жылыған кезінде тез кеңейеді, ал енді бірден суытатын болсақ, ол сығыла бастайды. Ал сығылған уақытында осы асфальттарда әртүрлі саңылаулар пайда болуы мүмкін. Трещина дейміз ғой. Бұны саңылаулар пайда болады. Ал ол саңылауға егер су мұзы қататын болса, ол саңылауларды әрі қарай кеңейте береді. Ал енді су түскен уақытында автомобильдер әрі бері өткенде су сол саңылауды әрі қарай кеңейте береді дағыны, бізде асфальт бұзыла бастайды. Ал егер осы асфальтқа резинаны қосып
иілеп асфальтты төсейтін болса, бұл иілгіш, бұл резинамыз сығылған уақытында сығыла алады, ал температуралық кеңею ысыған уақытта кеңейеді дағыны біздің асфальтымыз сығылып әрі кеңейіп, мынау әртүрлі табиғаттың осындай күрт өз температурасы күрт өзгеретін кезінде шыдамдылық көрсетеді. Ол асфальт ұзақ уақыт бізде қызмет етуі мүмкін. Міне бұл бір бағыты. Екінші бағыт мұны әртүрлі тамақ өнеркәсібінде пайдалану. Бүгінгі күні тамақ өнеркәсібі өте актуальды мәселе болып әрқашан болған. Ал енді адамдардың талаптары күннен күнге асып бара жатыр. Жақсы тамаққа дейтін. Соның бірі мынау еттерді, не болмаса мынау жазда өндірілетін өнімдер, әртүрлі бақшада өндірілетін өнімдер. Оларды біз қыста да жегіміз келеді. Жаз бойы жегіміз келеді. Жазда көп өндіріледі дағана, қыста өндірілмей қалады. Ал енді қыста өндіру өте қиын мәселе. Ал енді осыны біз жаздың күні әртүрлі әдістерменен сақтауды үйренсек, химиялық емес, осы заттың барлық өзінің биологиялық сапасын сақтап қалатын әдістерменен өңдейтін болсақ, онда біз осы жазда өндіргенді қыстың күнге дейін біз жей беруімізге болады. Соның бір әдісі осы биологиялық өндірілген затты бірденнен суыту. Егер биологиялық заттарды бірденнен суытатын болсақ, әрине әр биологиялық заттар судан тұрады көбінде. Осы су молекулалары клеткаларында, өсімдіктің клеткаларында қатып, клеткаларын бұзалмайды бірденнен суытқан уақытында. Ал егер ақырын холодильниктерге суытатын болсақ, ол су молекулалары өздеріңіз білесіздер, судың температурасын төмендеткен сайын оның көлемі ұлғая бастайды. Мұз жарып жібермей ме әртүрлі ыдыстардың ішінде қалып қойса, сол сияқты микро клеткалардың ішінде қалған су, ол осы клеткаларды жарып жібереді дағыны, қайта жылығанақта тірі клеткалық біздің өнімдеріміз өзінің сапасын жоғата бастайды. Ал егер бұл өнімді біз бірденнен суытатын болсақ, қатты, онда ол өзінің барлық қасиетін сақтап қалады. Бірденнен егер суытатын болсақ, тез суытатын болсақ, ол затымыз біздің барлық өзінің биологиялық қасиетін сақтап қалады. Енді әрі қарай бұны көрдіңіздер ғой. Егер біз бұны майдалай жіберетін болсақ, майда бұның жаңағы түрін біз сақтауымызға болады. Осылай өңдеп, бүкіл қыс бойы осыны жеп шығуымызға болады. Міне бұл осы төменгі температуралық заттарды, крио сұйықтықтарды пайдаланатын жолдарының бір-екі түрлерін ғана айтып жатырмын. Ал енді осыны айта беретін болсақ, бұл өте көп. Ал енді ғылыми жағында төменгі температура не үшін пайдаланады дейтін сұрақ бар. Төменгі температурада заттардың қасиеттері күрт өзгеретін қазір көзіміз жетіп отыр. Ал енді бүгінгі күнгі барлық заттарымыз, пайдаланып жүрген тұрмыста техникалық заттарымыздың бәрі күннен күнге сапасы жақсы болып бара жатыр. Ал енді олардың сапаларын жақсылап жасау үшін оларды зерттеу керек. Ал зерттеудің ең бір жақсы әдісі өте төменгі температурада. Өте төменгі температурада зерттейтін заттардың молекулалары қозғалыссыз күйде болады. От қозғалыссыз күйде тұрған молекулаларды терең зерттеуге өте үлкен мүмкіндік туады. Міне сол әдіс бізде өте төменгі температуралық әртүрлі газдардың криокристалдарын оқимыз. Бұл жердегі төменгі температураны алу әдісі ол газдарды тұрақты көлемінен лездік шығару әдісіменен төмен температура. Ол ғылыми құрылғыда іске асады. Ғылыми құрылғымыз біздің мынау вакуумдық камера. Әрине төменгі температура дейтініміз бұл вакуумменен қатарлас жүретін ол жаңағы түсінік. Температура төмендеген сайын, төменгі температурада барлық заттардың еркіндік қысымдары төмендей бастайды. Сол себептен ол ортада вакуум пайда болады. Сол себептен біз төменгі температурада әрине вакуумды пайдаланамыз. Мына вакуумдық камера. Төменгі температура және вакуум ол біздің жақын ғарыш деген сөз. Жақын ғарышты имитациялау дегенмен бірдей.
міне осы мынау вакуумдық камера. Вакуумдық камера мына вакуумдық насостардың көмегіменен іске асырылады. Мынау турбомолекулярлық насос және мына форвакуумдық насос. Форвакуумдық насостың көмегіменен 10-1 дәрежесіне сынап бағанасымен аламыз. Әрі қарай турбомолекулярлық насостың көмегімен 10-8 дәрежесіне дейін біз мына камераның ішінде вакуумды аламыз, қысымды төмендетеміз. Сонан кейін арнайы төменгі температуралық құрылғының көмегіменен, ол мына камераның астында орналасқан, соның көмегіменен камераның ортасында тұрған металдан жасаған айналық беттің температурасын 16 кельвинға дейін төмендетеміз. Сонан кейін 16 кельвинға дейін төмендеткен ортаға арнайы газдың қысымын реттегіш құрылғы арқылы осы камера ішіне зерттейтін заттың газын бізге ішке енгіземіз. Ал ол қысымды арнайы вакуум метрдің көмегіменен біз қадағалап отырамыз. Сонан кейін арнайы зерттейтін затымыздың белгілі қалыңдығына жеткеннен кейін газ беруді тоқтатып, әрі қарай икоспектрометрдің көмегіменен сол заттың қасиетін зерттейміз. Оптикалық әдістерменен. Міне бұл терең, бұл ғылыми ғылыми жұмыстар. Бұл осы ғылыми жұмыстарымыз қазір импакт факторы жоғары халықаралық журналдарда қазір шығып жатыр, басылып жатыр. Қызығушылық танысаңыздар, сол жерден оқуларыңызға болады. Міне. Ал енді осы төменгі температуралық тағы да төмен температуралық құрылғының тағы бір түрі бар, ол азот өндіргіш. Ол құрылғыны қазір көрсетемін. Жаңа айтылған біздің сұйық азотымызды өндіретін құрылғы, мұны көз алдыңыздар, мына машинаның көмегімен алынады. Бұл машина негізі стирлинг машинасы деп аталады. Бұның негізгі өндірістік аты ZIF-1000 деп аталады. Бұл машина ауадан азотты бөліп алып, таза азотты береді. Оттегіні сыртқа лақтырады. Бұл машинаның бір артықшылығы, бұл машиналар негізгі сырттан жану машинасына жатады. Сырттан жану машинасы, егер отын беретін жеріне қыздыратын жерді біз адиабаттап, оқшаулап, тұйықтап қойып, енді осы машинаның үстінен жұмыс орындайтын болсақ, сол отын беретін жердің температурасы төмендейді. Ал енді сол төмендеп тұрған температурасы төмен жерге ауаны жіберетін болсақ, ауа сұйыла бастайды. Ауаның температурасы күрт төмендейді, қайнау температурасына дейін күрт төмендейді, ауа сұйылады. Ол ауа арнайы колоннаның көмегіменен ауа әртүрлі компоненттарға бөлініп алады. Мына құрылғы бізде тек азотты ғана бөліп алады, ал оттегіні ауаға тастайды. Қайтадан тастайды. Міне осы құрылғының көмегіменен біз сұйық азотты өндіреміз. Сұйық азоттың қайнау температурасы 77 кельвин. Сол себептен ол азотты сақтау үшін өте төменгі температуралық заттарды крио сұйықтықтар деп атаймыз. Оларды сақтау үшін арнайы ыдыстар қажет. Міне ол ыдыстардың атын біз дюар ыдысы деп атаймыз. Дюар ыдыстардың көлемдері әртүрлі болады. Бірнеше тоннадан бастап, ең соңғысы жарты литрлікке дейін. Мыналарымыз әртүрлі сыйымдылықтары әртүрлі. Міне термостардың да әртүрлі түрлері бар. Осы термостарда сақталады. Ал өндіріс жағын көріп түсіндірдім. Азотты қалай өндіріліп, және оны қалай қолданатын, сонан кейін оқу процесін түсіндірдім. Ал енді мына жерде ғылыми жұмыстарымыздың нәтижелерін қай жерде қалай бағыттаймыз. Ол ғылыми жұмыстардың нәтижелері халықаралық көрмелерде, сонан кейін халықаралық конференцияларда, халықаралық симпозиумдарда біз баяндама жасаймыз. Осыменен осы лаборатория жөнінде барлық хабарламаны айттым. Назарларыңызға рахмет.